Бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымызды оқушылар сиқырлы шамдар арқылы топқа бөлінуді бастайық. Сиқырлы шамдар мына жерде міне шамдар тұр. Осы шамдарды әрқайсымыз келіп аламыз да, ішінде әрбір топтың аты жазылған. Сол топты бөлініп отырамыз. Түсінікті ме? Қане келе ойыңдар онда? Келіп шамдар. Жарық шамдарды аламыз. Болдық па топқа бөлініп болдық, иә? Демек, мына команда потенциалдық энергия тобы екен, мына команда механикалық энергия, генетикалық энергия тобы. Енді оқушылар топты қалай бағалаймыз? Топты біз Instagram әдісі арқылы бағалаймыз. Instagram әдісінде топ басшылары топты бағалайсыңдар. Instagram әдісінде қалай бағалаймыз? Смайликтер арқылы бағалаймыз. Өте жақсы және табық смайликтеріменен бағалаймыз. Топты бағалаймыз. Яғни бірінші топ, екінші топты, екінші топ, үшінші топты. Үшінші топ, бірінші топты бағалайды. Түсінікті ғой? Ал енді топ басшыларымыз әрбір топ мүшелерін бағалайды, әрбір тапсырманы. Жалпы бізде 5 балдан бағалап отырасыңдар. Ең жақсы, өте жақсы жауап берген оқушыға 5 бал, ойлану керек болса 4 бал, ал жауап бере алмаса, одан қатты ойлану керек болса, онда талқын яғни 3 бағасы болмайды. Түсінікті ғой? Ал онда біз үй тапсырмасын тексеру ретінде барабан әдісін пайдаланамыз. Барабан әдісінде не істейміз? Әрбір оқушының аты-жөні тұрады және сұрақтар болады. Сол сұраққа орнымыздан тұрып жауап береміз. Ал бастадық оқушылар. Нұргелді, сұрағымыз. Жұмыс формуласын айта ғой, Нұргелді? А тең бөлініс, А тең F бөлініс. F көбейтілге S. Топ басшыларымыз бағалап отырамыз, иә? Саян. Жұмыс қалай анықталады? Жұмысты анықтау үшін Ал Саян орнымыздан тұрайық. Жұмыс қалай анықталады екен? көш нәтижесінде заттың орналасуы. Дене орналасуы. Өте жақсы, жарайсың. Ая. Назерге дейін, мегаваттар, миллион ваттар. 1 мегаваттар, миллион ваттар екен, жарайсың. Елжан, қай жағдайда механикалық жұмыс нөлге тең болады? Орын ауысу болмағанда. Өте жақсы. Орын ауыстыру болмаған кезде бізде жұмыс нөлге тең болады екен, е? Ергемай, қуат формуласы. N тең S бөлінген A бөлінген. Қуат формуласы. N тең A бөлінген. Өте жақсы.
жауылдан қанша жауыл бар екен? 1000 жауыл бар екен. Егер күш пен жылдамдықтың бағыттары сәйкес келетін болса, қуат қалай анықталады? N тең F көбейтілген Жылдамдық, иә? Топ мүшелері бағалап отырамыз. Қарайым. Қуаттың өлшемділігі. Қуаттың өлшемділігі бар. Өте жақсы. Нұрислам. Қуат дегеніміз не? жұмыстың орналасуы Жылдамдық. Жұмыстың орындалу жылдамдығына біз қуатты. Ал аяқ механикалық жұмыс дегеніміз неге? Күш әрекетінен дене орын ауыстырғанда атқарылатын жұмыс. Механикалық жұмыс оның өлшемділігі не? Жоғыл екен, иә? Міне үй жұмысын дұрыс, барлығымыз орындап келдік. Өткен тақырыпты өте жақсы меңгерген екенсіңдер. Онда бүгін біз слайдтағы суреттерге қарайықшы оқушылар. Не байқай аласыңдар? Не көрдіңдер? Шапқан ұшып бара жатқан. Тағы. Ал онда оқушылар, мына жаққа қараңдаршы, қандай суреттерді көріп тұрсыңдар? Не байқап жатсыңдар? Оларды өзара байланыстырып не көріп тұрсыңдар? Адамның жүгіріп бара жатқаны. Және сарқырамаларды. Сонда бұларды байланыстырып тұрған не бар екен? Қозғалыс және өзара байланыс. Дұрыс, қозғалыс және өзара байланыс. Демек, бүгінгі тақырыбымыз оқушылар сендерменен механикалық энергия және кинетикалық потенциалдық энергия туралы болады екен. Онда оқушылар, қазір сендерменен осы механикалық энергияға байланысты бейне сабақ көріп алайық. Мүмкіндік береді. Температураның, пішіннің және агрегаттық күйдің де өзгеруі энергияға тәуелді. Кез келген оқиға энергия өзгерісін білдіреді. Энергия басқа бір түрге өтеді. Мысалы, генератор механикалық энергияны электр энергиясына түрлендіреді. Ал ваннадағы ыстық су адам денесін жылытқанда энергия орнын ауыстырады. Энергия беруші азық-түліксіз біздің қимыл қозғалысымыз мүмкін болмас еді. Энергия бізге тыныс алудан бастап, денеміздің бар мүмкіндігін пайдалануға жағдай жасайды. Созғанда белгілі бір жұмыс атқарамыз. Жұмыс серпімді потенциалдық энергияның өзгеру есебінен жүзеге асады. Серпе сығылғанда өзінің серпімділік потенциалдық энергияға ие болады. Доп серпенің потенциалдық энергиясынан артық энергияға ие бола алмайды. Мына банши джампинг аттракционындағы секіруші белгілі бір биіктіктен секіргенде оның потенциалдық энергиясы азаяды, созылған арқанның потенциалдық энергиясы керісінше артады. Арқанның серпімділік қасиетін біле отырып, оның белгілі бір ұзындыққа созылғандағы ие болатын потенциалдық энергиясын анықтауға болады. Бір мөлшерге кемиді. Егер секірушінің массасы белгілі болса, онда кеміген энергияның мөлшерін оңай табуға болады. Секірушінің массасы үлкен болса, оның потенциалдық энергиясы да көп болады. Яғни бұл оның үлкен қашықтыққа дейін. Тіпті секірушілер секірмес бұрын міндетті түрде таразыға тартылып, массасын анықтатуы керек. Сызғышты майыстырған уақытта жасалатын жұмыстың арқасында серпімді деформацияның потенциалдық энергиясы деп аталатын энергияның белгілі мөлшері пайда болады. Садақты созу кезінде орындалатын жұмыста серпімді деформацияның потенциалдық энергиясының жиналуына керек. Оқушылар, демек біз энергия туралы түсіндік, иә? Энергия дегеніміз онда не екен? Энергия дегеніміз денелердің жұмыс істеу қабілеті. Денелердің жұмыс істей алу қабілеті екен, иә? Неге біз түсінгеніміз бейнелі өткен. Энергия дегеніміз әрбір дененің өзінің
қабілетіне анықтайды екенбіз. Энергия механикалық энергия болады. Бұл механикалық энергияның екі түрі бар екен. Кинетикалық энергия және потенциалдық энергия. Кинетикалық энергия қай кезде пайда болады? Кинетикалық энергия дегеніміз оқушылар денелердің қозғалу салдарынан пайда болатын энергияға айтады екенбіз. Денелердің қозғалу салдарынан пайда болатын энергияны біз кинетикалық энергия дейді екенбіз де, оның формуласы квадрат бөлінген 2 деген формуламен анықталады екен. Ал потенциалдық энергия болса, денелердің өзара әсерлесуі немесе орналасуы кезінде пайда болатын энергия. Біз потенциалдық энергияны EP индексімен белгілеймізде, формуласы mgh формуласымен анықталады. Дәптерлерімізді ашып, кинетикалық және потенциалдық энергия формулаларын жазып аламыз. Еді, мына кинетикалық энергия формуласынан егер де біз массаны анықтайтын болсақ, оқушылар, қазір есеп шығарған кезде керек болады. 2e бөлінген v квадрат болады. Ал егер де біз жылдамдықты анықтайтын болсақ, онда 2e бөлінген m болады. v квадрат. Қыздардың жазуы әдемі болады, мына жерде еркем айларған, бар аяларды. Энергия жолының суретінде энергияның айналуы болып тұр, я? Бір түрден екінші түрге. Бірінші суретте не көріп тұрмыз, екінші суретте қандай энергия көріп тұрмыз? Бірінші суретте топта тиіп жатыр, ол жерде әлде бір қозғалыс бар. Оны тепкеннен кейін потенциалдық энергияға айналады, ол белгілі бір биіктікте тұр. Егер де ол жерге түскен кезде, ол потенциалдық энергия нөлге тең болады. Не пайда болады, қандай энергия пайда болады ол кезде? Кинетикалық энергия пайда болады. Демек, бірінші суретімізді сен не дедің? Кинетикалық энергия себебі бұл қозғалыста, я? Жылдамдығы бар ма? Жылдамдығы бар едім, я? Екіншісінде сен допқа байланысты ол жерде потенциалдық энергия бар деп жатырсың, я? Өте дұрыс, жарайсың. Ал екінші тобымыз потенциалдық энергия. Біз не көріп тұрмыз бірінші? Садақты көріп тұрмыз, жебе. Ол садақты тартып тұрған кезде ол потенциалдық энергия болады, ал садақ ұшқан кезде ол кинетикалық энергия. Себебі садақ ұшқан кезде ол жылдамдыққа ие болады. Екінші суретте доптың жоғарыда тұрғаны ол кезде потенциалды энергия, ал доп жерге құласа ол кинетикалық энергия болады. Үшінші суретте бізде доп теуіп жатқаны, доп адамның аяғында болған кезде потенциалды энергия, ал ұшқан кезде кинетикалық энергия болады. Не көріп тұрсыңдар? Бірінші номерде бұл ең бірінші кинетика болады, ал екінші үшінші Себебін айтып кетейікші? бірінші кинетика, екінші үшінші потенциалды болады. Себебі біріншіде ең бірінші жайлап басталған кезде қозғалыс болады. Сосын ары қарай анау бала биіктікке көтерілген сайын кинетикалық нөлге тең болып потенциалды энергия пайда болады. Демек, бірінші жағдайымыз қандай жағдай екен ол? Қандай энергияға ие болып тұр екен әзірге? Екінші, үшінші потенциалдық жағдайға ие болып тұр екен. Өте жақсы, дұрыс. Энергия тақырыбын түсініп жатырмыз. Енді осы энергия тақырыбын одан әрі формуласын есте сақтау үшін сендердің есте сақтау қабілеті. Станция әдісінде сендерге ережелер және формулалар берілген. Сол формулаларды сұрақтарына жауап қойып, белгілі бір фигура келтіріп шығаруларын керек. Түсінікті ғой? Ал онда Тарси әдісін бастаймыз.
тура шықты? Үш бұрыш. Дұрыс, жарайсыңдар. Отырамыз. Бұлар осы энергияны біз күнделікті өмірімізде қалай пайдаланамыз, қалай пайда болады және екінші түрге қалай айналады, соны тәжірибе жүзінде өздерің көрсетіп бересіңдер. Қазір мен потенциалдық энергия тобына пружина және жүктерді беремін. Механикалық энергия тобына шарик және науаларды беремін. Ал кинетикалық энергия тобына док береміз. Сендер әрқайсысы топ кинетикалық және потенциалдық энергияны бір түрден екінші түрге ауысуын қалай болатынын көрсетесіздер. Уақыт беріледі, 2 минуттың ішінде сендер потенциалдық энергияны кинетикалық энергияға немесе кинетикалық энергияны потенциалдық энергияға айлануын көрсетіп беретін боласыздар. Түсінікті ғой? Ал онда бастадық. Топтар дайынбыз ба? Қай топ дайын? Ал кинетикалық энергия бастайық. Егер де мен бұл топты аспанға лақтыратын болсам, бұл жерде потенциалдық энергия болады. Себебі кинетикалық энергия нөлге теңейіп, белгілі бір биіктікте тұрғандықтан потенциалдық энергия болады. Ал мен бұл допты жерге тастап және ол допты тебетін болсам, онда бұл жерде белгілі бір жылдамдық болғандықтан потенциалдық энергия нөлге теңейіп, кинетикалық энергия болады. Өте жақсы, дұрыс. Демек, кинетикалық сен ескеріп потенциалдық энергияны кинетикалық энергияға айналғанын көрдің, иә, көзбенен жеткіздің. Қандай мысал келтіре аласыңдар? Кинетикалық топ. Егер де мына кітап осы жерде тұратын болса, ол белгілі бір биіктікте тұрғандықтан бұл потенциалды энергияға ие болады. Егер де мен бұл кітапты алып жерге тастасам, потенциалды энергия азайып, кинетикалық энергияға ие болады. Дұрыс. Себебі мен оны жерге тастаймын. белгілі бір Жылдамдықпен түседі. жарайсын Айданбек. Бұл жерде потенциалдық энергия болады. Біз оны былайынан жіберсек, потенциалдық энергия азайып, жерге түскен кезде кинетикалық энергия пайда болады. Дұрыс. Демек, потенциалдық энергия келгеннен кеміп бара жатыр екен да, ал жерге түскен кезінде ал тағы қандай мысал келтіре аласыңдар? Ал тағы қандай мысал көрсете аласыңдар? Мысалы, мынау шар, жаңағы біздің домалатқан шарымыздан қарағанда жеңілірек. Оны былайынан істесек, белгілі бір жерде тоқтап қалады. Ал бағанағы Себебі не деген оны? себебі оның массасы алдындағы шарға қарағанда аз. Бірінші шарың сен металл шар екенде, ал екіншіміз массасы одан аз екен, иә? Сонда неге байланысты болды бұл жер? Массаға байланысты. Массаға тағы неге? Жылдамдыққа байланысты болды, иә? Дұрыс, жарайсыңдар. Мысалында, қандай мысалдар? Бұл жерде пружинамен жүкті алдық. Пружинаға жүктелген кезде деформация нәтижесі болады. Бұл жерде потенциалдық энергия орын алып тұр. Потенциалдық энергияның орын алуы пружинаның созылуында. Қандай күш пайда болып тұр бұл жерде? Созылма. Серпімділік. Серпімділік. Потенциалдық энергияның формуласы kx квадрат бөлінген 2. Демек, созылған кезде, деформация нәтижесінде серпімділік күші болады екен, ондағы энергияның формуласы 2 kx квадрат бөлінген 2. Жарайсың, отыр. Тағы қандай мысал келтіре аласыңдар? Біз пластмасс сызғышпен шарик табатын болсақ, былай тартқан кезде потенциалдық энергия орнады. Екінші мысалымыз пластмасс сызғышпен шарикті сызғышқа қойып тартқан кезде бұл потенциалдық энергия, ал оны былай жіберсек кинетикалық энергия болып табылады. Өте дұрыс, жарайсың. Басында 5-3 жаттығу. Барлығымыз 5-3 жаттығуды орындаймыз дәптерімізге және әрбір топ мүшелері топтарды бағалайды. Яғни бірінші топты екінші топ, екінші топты үшінші топты бірінші топ бағалайды. Бұл жерде сендер неге көңіл бөлесіңдер? Есептің берілу шартын дұрыс жазса, қыбыжыға келтірсе және есепті түгел шешуін жазса, онда сендер
5 балл қоясыңдар. Егер ХВЖ жазылмаса немесе есептің шешуі дұрыс болмаса, онда жаз немесе 4 балл қоясыңдар. Егер де шешуі дұрыс болмай, ХВЖ-ға келмеген, тек берілгені жазылған болса, онда 3 балл қоясыңдар. Түсінікті ғой? Топты белгілегенде осылай белгілейміз. Барлығымыз шығарып болғаннан кейін дәптерімізді жинап алып, екінші топқа береміз. Есеп шығарып болған болса, онда дәптерімізді жинап, бірінші топ, екінші топқа сендер бірінші топты, екінші топты, үшінші топ тексереді, ал үшінші топты, бірінші топ тексересіңдер. Оқушылар, онда тексеріп болған болсаңдар, топты бағалап жіберейік, иә? Ал міне бірінші топ, екінші топты, екінші топ, үшінші топты, үшінші топ, бірінші топты бағалайды. Ал бірінші топ, екінші топты қалай бағалағандар? Бірінші топқа бір талпын 5 өте жақсы, 8 жақсы бердік. Жарайсыңдар. Ал екінші топ? Біз кинетикалық топқа 7 өте жақсы, 3 жақсы, бір талпын бердік. Жақсы. Ал Мен потенциалдық тобына 10 өте жақсы және 8 жақсы, 2 талпын беремін. өте жақсы. Ал енді оқушылар, топ мүшелерін бағалайық, иә? Топ мүшелері қалай бағаланды? Ал бірінші топ мүшелерін айтайықшы. Бізде қаңғыр келді, ол бір 4 балл, бір 3 балл алды. Өйткені көп жауап берген жоқ. Топты бағалап болған болсақ, енді топ мүшелерін бағалаймыз. Топ мүшелерін бағалағанда бізде жалпы максимум балл 25 балл, 20 менен 25 балл өте жақсы, 15 менен 20 жақсы, ал 10 менен 15 аралығында алған балл оқушыларымыз 3 деген бағаны алады. Яғни ол әлі де ойлануы керек. Есептерді шығарған кезінде, ережелерді жаттап айтқан кезінде әлі де ойлану керек. Соның үшінде 10 мен 15 аралығы бізде талпын болады. Түсінікті ғой? Ал онда топ мүшелерін қалай бағаладық? Мектепте 17 балл, Нұрислам 18 балл, Елжан 21 балл, Балым 22 балл, Ертема 22 балл алды. Онда сіздердің топтан ең көп балл топтаған Тоқан, Ертема, иә? Ал механикалық тобы? Мадинаға 23, Мейіржанға 18, Шерханға 18, маған 22, Жансезімге 22 балл болды. Біздің топта ең көп балл жинаған Мадина. Қанша балл екен? 23 балл екен, иә? Ал Біздің топта Саян 22 балл, Айдарбек 21, Арайлым 22, Ая 23 алды. Біздің топта ең көп балл алған Ая. өте жақсы. Шалмаханбет Ая осы топта ең көп балл топтаған екен. Ал енді оқушылар жарайсыңдар. Бүгінгі тақырыпты өте жақсы орындадыңдар. Енді бүгінгі тақырыпты қалай түсінгендеріңді, не түсіну керек екендіктеріңді және әлі де іздену керек екендіктеріңді сендер қазір мен сендерге стикерді тарқатып беремін. Соны
өздері білім поштасы арқылы бағалап өтесіңдер. Кесте жазамыз. Gelip konumuzdan Al жарайсыңдар. Ал енді оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма 5-3 жаттығудың қалған есептерін.